Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты достар. Құдай жарылқасын баршамызды. 2025 жыл өте керемет, қайырлы жыл болды. Еліміз тыныш. Құдайға шүкір, елбасымыз аман. Ел ағалары аман болды. Көптеген ғажайып Құдайдың куәліктері болды. Құдай әке керемет жұмыс жасады. Құдайдың өте керемет жарылқаулары болды. Көптеген сенушілердің өмірінде. Үйлі болды, балдары үйленді, келін алды, күйеу балалы болды, немерелер болды, шөберелер болды. Құдайдың ғажайып саулықтары келді. Өте көптеген жағдайлар, куәліктер болды. Сонымен қатар қиыншылықтар да болды, әлбетте. Бірақ киелі кітапта жазады, қайық қаншама толқыса да, егер де Иса Масық сенің қайығында болса, қаншама сынақ келсе де, Масық Иса ол сынақтан сені алып шығады. Сен жеңімпаз боласың. Және мына кірер жыл, 2026 жыл, ол мен ойлаймын, ол одан да бетер берекелі, жарылқаулы жыл болады бізге. Құдайдың жылы болады, Құдайдан келген жыл болады. Және 2025-те орындалмаған армандар 2026 жылы толығымен орындалады деп сенемін. Өйткені Құдай айтады, үміттеніңдер, мен үміттеріңді жарылқап баталаймын дейді. Сондықтан сіздер жарылқағым келеді. 2026 жыл жарылқаулы, берекелі жыл болсын деп. Драгоценные, с Новым годом! Пусть в этом новом году будет процветание, успех во всем, что вы делаете. Благословение, счастья в семье, благословение для наших детей, внуков, родственников. Пусть будет Божие благословение. Аминь. Аминь.